Бүгінгі видеода Росомаханың бомбически қайта оралуы, Черная пантера және тағы да басқа Марвелдің қызық ақпараттары. Бәріңе сәлем. Осыдан бір жыл бұрын Хью Джекман Росомаха рөліне қайта оралады дегенге сеніп күтетін бе едіңіз? Әрине, бәрі бұны пранк деп қабылдап ешкім сенбейтін еді. Бірақ та Марвелда мультиғалам тақырыбы ашылып, бір экранда үш бірдей паукты көрсеткеннен кейін бәрі мүмкін екенін түсіндік. Тіпті Роберт Дауни младший мен Крис Эванс та кез келген уақытта өз рөлдеріне қайта оралуы әбден мүмкін. Тақырыптан ауытқымаймыз. Осыдан 3 күн бұрын YouTube'да күтпеген жерден Дэдпулдың 3-ші бөлімінің анонс видеосы салынып, онда Райан Рейнольдстың жеке өзі сөз сөйлеп D23-те болмағаны үшін кешірім сұраған болатын. Ал ең қызығы, видеоның соңында Хью Джекманның пайда болып рөлге келісім бергені. Әрине, басында барлығы бұны Райан Рейнольдстың әзілі деп қабылдағаны өтірік емес. Дегенмен ол роликтің 2-ші бөлімі бар. Көрмегендер болса көру керек. Вот сол жерде толығымен Хью Джекман өзінің қайта оралатынын растап, тіпті қалай екенде жобалап айтып берді. Яғни Логан фильміндегі персонажды ешкім тірілтпейді. Бұл басқа ғаламнан келген, я болмаса Логан оқиғасына дейінгі 5 жылдағы күші тасып тұрған регенерациясы мақты Росомаха болады. Бұны неге өте сенімді айтып тұрмын, себебі бұл расталған ақпарат. Хью Джекман тек осы жоба үшін қайта оралды ма, немесе Марвел әлеміне ұзаққа келді ма, бұл әзірге белгісіз. Бірақ көптеген инсайдерлердің айтуынша, оның ішінде Дэниэл Рихтман да бар. Джекманның Росомахасы Мстители Секретные войны фильмінде төбе көрсетуі керек. Әрине, Кевин Файги бұндай масштабтағы актермен және персонажбен оңай қоштаспайтыны белгілі. Дэдпул 3-тің сценарий жазу жұмыстары әлде қашан басталғаны анық, және оның қандай стильге жақынырақ болатынын Логанның режиссері Джеймс Мангольд бөліскен болатын. Жаңа Дэдпулдың жобамен қандай болатынын түсіну үшін 48 часов, Смертельное оружие және Буч Кеннеди сияқты фильмдерді қарауға болады. Сонымен қатар фильмнің шығу уақыты да ресми түрде айтылды. Дэдпулдың 3-ші бөлімі 2024 жылдың 6-шы қыркүйегінде үлкен экрандарға жол тартады. Бұл жаңалыққа Элизабет Олсен де қуанғаны анық, себебі актриса көптен бері өзінің персонажы Алая ведьманы комикстегі Люди X командасының мүшесі ретінде көргісі келетінін бірнеше рет айтқан болатын. Ең қызығы, Элизабет WandaVision командасымен қайта қауышып, сериалдың 2-ші маусымымен жұмыс жасағысы келетінін де айтты. Ресми Черная пантера Ваканда навеки фильмінің хронометражы 2 сағат 41 минутты құрайды. Бұл Марвел кино әлеміндегі Мстители финалдан кейінгі ең ұзақ фильм. Ал Кевин Файгидің айтуынша, Чедвик Боузманның қазасынан кейін аз уақыт өткендіктен олар T'Challa рөліне рекаст жасағысы келмеген. Файгидің ойынша, КВМ жобалары әлі күнге дейін актерді жоқтайтын шынайы өмірдің көрінісі болуы керек. Неткен дұрыс шешім. Сонымен қатар актриса Люпита Ньонго Черная пантераның секвелін Чедвик Боузмансыз түсіруді құптамаған. Бірақ кейіннен режиссер Райан Куглер фильмді қалай елестететінін айтқан соң ойы өзгеріп, тіпті жылап жіберген. Ал Райан Куглер Неморге отсылканы фильмнің 1-ші бөлімінің титрлардан кейінгі сценасында көрсетуді жоспарлаған. Яғни ол сценада Ваканданың сарайынан камера өтіп бара жатады, және сол жерден көрермендер ылғал дымқыл адамның аяқ іздерін көреді. Бұл идеяда неге бас тартқаны белгісіз. Ал Теноча Уэртаның айтуынша, яғни Неморды сомдайтын актер Талокан халқы T'Challaның әлемге Ваканда туралы шындықты ашу шешімінен зардап шегіп, өздерін адамдардан қорғау үшін барын салады, және Немор расымен де мутант болады. Человек-муравейдің 3-ші бөлімінің атқарушы продюсерлерінің бірі фильмнің алғашқы тизер трейлері қазан айының аяғында ұсынылатынын растады. Ал премьерасы 2023 жылдың 17-ші ақпанына жоспарланған. Сыбыстар бойынша Марвел Таддеус Росс рөліне рекаст жасауға шешім қабылдаған. Және бұл рөлге бірден-бір кандидат, ол Харрисон Форд. Ал сендер қалай ойлайсыңдар, актерді ауыстырып рекаст жасаған дұрыс па,
әлде жоқ па, міндетті түрде комментарийға жазып кетеміз. Тағы да күтпеген жаңалық: Marvel басты рөлді Дон Чидл сомдайтын Тонидің жақын досы Роуди туралы «Броневые войны» сериалын толық метрлі фильм ретінде ұсынбақ. Оның себебі студия Роудидің оқиғасын дұрыс айтқысы келеді. Ал нашар жаңалыққа келсек, бассам Тарик Блейд фильмінің режиссерлік постынан кетті. Сыбыстар бойынша оның себебі фильмнің түсірілім жұмыстары қайта-қайта кейінге шегерілуінде. Ал инсайдерлердің айтуынша ол ішінде 2-ақ экшн сценасы бар әлсіз 90 беттік сценарий. Бүгінге осы. Егерде видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып арнаға жазыл. Және достарыңды шақырсаң қуанып қалатын едім. Әзірге осы, кездескенше.